16 қарашадан бастап өңіріміздегі 5 мектеп штаттық режимде, ал 17 мектеп қашықтықтан оқыту жүйесі арқылы жаңа оқу жылының 2-ші тоқсанын бастап кетті. Бастауыш мектептің сыныптарында дәрістенушілердің жалпы саны 4113 оқушыны құраса, оның ішіндегі 3698-і кезекші сыныпта, 415-і қашықтан оқыту форматында білім алуда. Қашықтан оқыту жүйесінде мұғалімдер Білімленд, мектеп онлайн, күнделік сынды электрондық платформаларды пайдалануда. 2020 жылы республикалық облыстық жергілікті бюджет есебінен, сондай-ақ биыл өте көп демеушілік қаражат көмегі жәрдем атқарылды. Осы бюджет есептерінен 152 компьютер сатып алынды. Барлық мектептерде санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік, ауысымдылық, дезинфекция, кварцтау, желдету нормаларын сақтау шаралары жүргізілуде. Штаттық режимдегі оқушылар санитарлық дезинфекциялық режимді, маска режимін шахмат ретімен отырғызу және әлеуметтік ара қашықтықты сақтау міндетті. Бізде балалар екі жақтан шығады. Нолевой бірінші сыныптар солы жақ блоктан, үшінші, төртінші сыныптар оң жақ блоктан шығады. Сонда балалар бір-бірімен қарым-қатынаста болмайды. Әр кезеңнің балалары сырт киімдерін шешу ілгіштері де екі жақта. Сондықтан кіру шығуы да балалардың ара қашықтары 10-15 минут. Бүгінде қаламыздағы мектептер коронавирус инфекциясының алдын алудағы дезинфекциялық құралдардың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етілген. Бұл ретте кіреберіске аяқ киімге арналған дезинфекциялаушы кілемшелер, әр қабатқа санитайзерлер мен пирометрлер орнатылған. По средней школе номер 8 хочу сказать, что имеется 5-суточный запас, средства защиты для населения, для учащихся, все это имеется. Біздің нөмірі 8-ші орта мектепте оқушыларға арналған 5 тәулікті қорғаныс құралдары бар. Біз негізінен өңдеудің 4 түрін жүргіземіз. Бұл міндетті түрде дисхлормен өңдеу, парталарды антисептикпен тазарту, желдету және сыныптарды кварцтау деп отыр мектеп өкілі. Айта өтейік, жоспарға сай 2-ші тоқсан желтоқсанның 31-інде аяқталып, оқушылар үшін демалыс күндері 11 күнге созылатын болады.